Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге дәмі де, иісі де керемет шығатын бір ғана апельсиннен пирогтың рецептісін көрсететін боламын. Барлық керек заттардың барлығын описание бөліміне жаздым. Сол жаққа кіріп, мен секілді алдын ала барлығын дайындап алыңыздар. Ең алдымен біз 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін үстіне қантымызды қосамыз. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Миксерлеген кезде біздің жұмыртқамыз аппақ болып көпіргенше миксерлейтін боламыз. Одан кейін апельсиніміздің сыртын осындай теркадан өткіземіз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай барлық апельсинді өткізіп алдық. Қатты қылып өткізудің қажеті жоқ, тек бетіндегі беткі бөліктерін ғана өткіземіз және үстіне сұйық майымызды құямыз. Енді апельсиніміздің дәмі біздің пирогымызға сіңуі үшін осылай апельсинді ортасынан бөліп, ішіндегі барлық согын қасықтың көмегімен апельсиннің согын алып алсаңыздар болады. Одан кейін үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды қосамыз. Барлығын ұнымызбен араластырамыз және миксерлейтін боламыз. Құрметті достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда өте оңай, тез жасалатын рецепттерді көре аласыздар және барлығы бір жасағаннан шығатын рецепттер. Міндетті түрде тіркелуді ұмытып кетпеңіз. Біз ұнымызды бөліп салып аламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер. Енді салып болғаннан кейін осындай формамызға арнайы пергаментіне қағаз төсейміз. Болмаса, егер бұндай қағаз жоқ болатын болса, сары маймен формамыздың барлығын жан-жағын жағып аламыз және қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Құрметті достар, әркімнің пешінің қызу уақыты әрқалай, сондықтан міндетті түрде 20 минут өткеннен кейін пирогтарымызды тексеріп тұрамыз және пирогымызды піскен-піспегенін білу үшін арнайы таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. Таяқшамыз біздің құрғақ болып шығуы керек. Сіздер де жасап көріңіздер, өте жұмсақ болып шығады және иісі, дәмі сіздерге ұнайды. Сонымен қатар өте жұмсақ, жеңіл. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.